майка тест бастайық онда, иә. Қалай екен? Солай, көңіл-күй қалай? Жақсы, көңіл-күй өзінде қалды. Жақсы. Кішкене мына жерде. Өмірімде бірінші рет осылай подкаст бергенде ғой. Аха. Таңда. Подкаст, иә. Бірінші опытым деп айтайын, да. Бірақ осындай бірінші опыт, осындай Кореяда осындай бірінші өз елімде емес, басқа елде осындай подкаст бірінші опытымды Кореяда болып жатқаныма өте қуаныштымын. Сен дауысты естіліп көрдің бе? Түсіндік. Не, менің ойымша, кішкене подкаст дегенде адамдар андай сияқты интервью бере сияқты ойлайды. Иә. Бірақ олай емес та, керісінше. Иә, жайлы өзінің ойынды ашық еткізіп, ешқандай қымтырсыз жаңағыдай ыңғайлы, емін-еркін өзінің ойынды ашық жеткізу деп ойлаймын. Интервью сияқты жаңағыдай интервьюда енді айтылатын да нәрсе бар, айтпайтын нәрсе де бар. Кішкене менің ойым, мен түсінігім бойынша подкаст деген кішкене өзінің жаңағы ойынды еркін, ашық, свобода слова дейді ғой. Иә. Негізі талқы екенін түсіну керек та адамдар. Сен өзіңді ойыңды айтасың, басқа адам өзін айтады деген сияқты. Солай. Сонымен қалай қол ашып тұрсың ба? Мүлде? Кешегі көп әңгіме айтқандай әңгіме айтатын сияқтымын. Сәлем достар. Бір кесе шай подкастына қош келдіңіздер. Подкасттың авторы Торғын болам. Және бүгін бізде қонақта Ержан. Қош келдің. Рахмет. Сен бүгін осылай жазып жатқан бірінші қонақсың. Рахмет. Қош келдің. Шақыруымды қабыл алғанына көп рахмет айтқым келеді. Сонымен Ержан, көңіл-күй қалай бар, жақсы ма? Көңіл-күй жақсы. Сол ең бірінші болып саған сондай бірінші қонақ болғаным мен үшін де үлкен мәртебе деп есептеймін. Әрине өз елімде емес, басқа елде бірінші сондай талқыға түсу және де өзімнің ұнататын тақырыптарды бүгін қозғау мен үшін сондай үлкен тәжірибе деп те айта аламын. Сонымен Ержан, біздің тыңдармандарымызға сен өзіңді таныстырып өтсең. Мен жалпы мектеп бітіргеннен кейін Ақтөбеде түскен, Ақтөбедегі университетке, сол жақта жаңағы Қазақстанның үкімет грантына түсіп, физика мамандығы бойынша сол жақта корей тілін бастап, сосын сол жақтағы жаңағы оқуымды тастап кетіп, қайтадан бірінші курстан бастаған болатын Алматыда. Иә, Алматы. Сонымен Алматыдағы Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлемдік тілдер университетінде шығыстану факультетінде корейтану мамандығы бойынша 2019 жылы тәмамдадым. Содан кейін 2022 жылға дейін Қазақстандағы Кореяның жаңағы Қазақстандағы филиалы Hyundai Rotem компаниясында жұмыс істедім 3 жыл. Проекттің жаңағы менеджер. Бэкграундыңыз біраз екен. Сосын 2022 жылы жұмыстан шаршап, ендігі менде андай болады, жұмыс шаршаған кезде оқығым келеді, оқудан шаршаған кезде жұмыс істегім келеді. Иә, бәрінде солай сияқты, иә. Сонымен 2022 жылы жаңағы Сеул ұлттық университетінің саясат және халықаралық қатынастар мамандығына түскен болатынмын. Сонымен қатар екінші диплом ретінде, двойной диплом, екінші диплом ретінде University of North Korean Studies деп аталады. Жалпы солтүстік Кореяны зерттейтін университет. Более жаңағы профессионалды магистратура деп аталады. Сол жаққа бірден қатарынан түсіп, екі университетті тамамдап, екі университетте диссертация жазып қорғап шыққан болатын. Бэкграунд шынымен де мықты екен. Қазір енді магистратураны аяқтадың. Қалай екен магистратураны Кореяда оқыған? Жалпы шетелде оқыған мен Қазақстанда оқыған үлкен менің ойымша айырмашылық бар сияқты. Қазақстанда оқыған деген тек қана сен өзіңнің жаңағы еліндегі жаңағы оқушылармен, студенттермен жалпы бір ғана менталитет, бір ғана жақты көресің деп есептеймін да. Ал шетелде оқыған деген ол қаншама әлемнен келген шетелдік студенттермен бірге оқисың, және де осы жақтағы жергілікті кәрістерді онымен бірге оқисың. Солардың жаңағы ғылымға деген, білімге деген зейінін байқайсың, олардың ынта талабын де өзін анализ жасап бақылай аласың деген сияқты. Және де көптеген жаңағы мультикультурный деп айтады ғой, көптеген жаңағы мультимәдениетті сезінесің деп айта аламын. Иә, мысалы менде мектепті бітіргеннен кейін Астанада тұрдым, Астанада оқыдым.
Қазақстанның білім беру системасы мен Кореяның білім беру системасын көргендіктен екеуі жер мен көктей шынымен. Мысалы, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Қазақстанда сен тек мәтінмен танысасың, оқисың, соны мазмұндап айтып бересің. Енді біз гуманитарлық мамандықтарды айтып отырмын, басқа техникалық мамандықтарды оларда қалай болатынын мен білмеймін да, бірақ гуманитарлық пәндерде, осы мамандықтарда шынымен де тек мәтінді оқып, мазмұндау, критикалық жаңа сыни ойлау, сұрақтар қою, өзінің ойында ашық айту, ол жағы кішкене дамымаған секілді деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда мысалы әртүрлі мектептерде, мысалы арнайы мектептер бар ғой, ол жерде қалай оқытатынын білмеймін. Және біздің топ мықты университеттерде қалай оқытатынын білмеймін. Енді мен Лев Николаевич Гумилев атындағы университетте оқыдым. Ұлттық университет. Я деңгей басқа. Өте қызық. Мен филология факультетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында оқыдым. Филологиядан мен қазір енді мысалы халықаралық қатынастар мен Корей тілінде оқып жатырмын. Екеуі екі бөлек әлем. Бірақ мына жақтан алған біліммен қазір мына жақтан осы Кореядан жинап жатқан білімім екеуін бір-біріне симбиоз істеуге болатынын байқаймын. Егер мысалы мен дипломат болсам, елшілікте жұмыс істесем, олай істеуге болады. Бірақ дегенмен де біздің білім беру системасында әлі де кеңестік тәжірибені қолданатындары, методиканы қолданатыны кішкене ұнамайды. Сол нәрсені өзгерту керек секілді деп ойлаймын. Сол мысалы енді сен өзің Кореяда оқып жатсың, оқып бітірдің, енді басқа мысалы Кореяда оқығысы келетін жастарға қандай кеңес бере аласың мысалы? Енді сенің Кореяда тұрып жатқаныңа қанша жыл болды? Кореяда тұрып жатқаныма осы тамыз айында 3 жыл болады. Бірақ 3 жылдық опыт әрине басқа адамдарға қарағанда 10 жыл тұрған адамдарда өте көп, сонда мында оған қарағанда аз болып есептеледі. Бірақ 3 жылдық тәжірибем бойынша айтатын болсам, осы жақта жалпы шетелде оқығысы келетін қазақ жастары болса, бізде жалпы шетелде оқу дегенді көбісі басқаша түсінетін секілді. Шетелде оқу деген сол елге көшу деген, сол елге тұрақтану деп түсінетін адамдар да бар. Сол елге мүлдем көшіп кетесің, сен сонда тұрақтанып қоныстанасың деген. Бірақ шетелде оқу дегенді кішкене басқаша түсіну керек деп ойлаймын. Шетелден біз шетелде оқымасын деп айтпаймын, шетелде оқу керек. Оқығаннан кейін біз сол жақтан шетелден үйренеріміз көп. Жалпы үйреніп, аларымызды алып, ысыратынды ысырып қою керек деп ойлаймын да. Өйткені барлығында біз ол жақтың білімі әрине өмір сүру кішкене GDP дейді ғой, жоғары болғанымен білім сапасының жаңағы бізге елге қарағанда кішкене тәжірибе жағынан да бізде тек теорияны ғана оқытады Қазақстанда. Ол жақта тәжірибе жаққа көп қарайды да, көп факультеттерде, университеттерде. Сол жағынан алатын нәрселер көп деп ойлаймын да. Сондықтан да біздің қазақтың жастарына айтқым келетіні, шетелге түсіңдер, одан қорықпаңдар, ешқашан мойымаңдар деген сияқты. Ең басты түскенде де мен сол жақтан не аламын, және де мен үйренерім не болады деген сияқты. Мен байқауымша, мысалы, өзім де студент болған кезде айналамдағы адамдарға қарағанда қазіргі таңдағы студенттердің басым көпшілігі менің ойымша бір ағыстың ағыспен келе жатқан сияқты көп жағдайда. Мысалы, менің байқағаным Кореяда бакалаврда оқитын корей студенттері, олар міндетті түрде эксченджбен шетелге барып оқып келеді. Өздерінің университеттерінде оқып жүріп интерншипқа барады, түрлі тәжірибе жинайтын мүмкіндіктердің бәрін соны құнттап кәдімгідей істейді. Маған ұнайды, мысалы сондай бір өздерінің жоспарлары бар, сол бойынша жүреді. Ал біздің елдегі кейбір студенттердің енді басым көпшілігі қарайсың, анализ жасаған кезде кішкене ағыспен жүрген адамдар көп сияқты. Мақсат қою керек деп ойлаймын мен мысалы. Менде сенімен келсем, бұл жақта кішкене осы жақта оқитын қазақтың студенттері болсын, бұлар деген 4 жыл бойы
көп нәрсені алып қалуға тырысады. Мгм. Жаңағы өздерінің принциптеріне өте адал, сондай мысалға мен міндетті түрде 4 жылдың ішінде эксченджбен мысалға басқа елдерді де көру керекпін деген сияқты, немесе 2 дипломды, двойной диплом алу керекпін деген сияқты сондай мақсаттарды қояды. Немесе мен 4 жылдың ішінде тек қана теория жағынан оқып қана қоймай, сол менің мамандығыммен қатысты компанияларға барып тәжірибе алмасып, жаңағы интernship өтемін жаңағы. Иә, сол нәрселер ұнайды. Мысалы, менің ойымша ол біздің елмен Кореяны салыстырған кезде Кореяда бәсекелестік тым жоғары екендігін білеміз ғой. Бәлкім соның көрінісі ма деген ой келеді да. Бізде әлі бәсекелестік қатты деп айта алмаймын. Қазақстанда енді көтеріліп келе жатқан сияқтымыз сондай деңгейге. Менің қатты қуантатын нәрсе осы соңғы уақытта Дана Инвест деген Инстаграм парақша бар ғой. Сол кісі осы өзі кайста оқып, жақында кайстпен келісім шартқа отырып, кайсттың бір филиалын Қазақстанда ашқалы жатыр деп естідім. Мысалы, сен ойынша қалай ойлайсың, мысалы, осындай университеттерді бізге көшіріп, филиалдарын ашқан, ол жақсы бір әсерін береді деп ойлайсың ба Қазақстанға? Иә, Қазақстанның әсіресе мысалға біз кішкене техникалық жағынан, техникалық мамандықтар жағынан кішкене Кореядан алатынымыз көп деп ойлаймын. Өйткені мысалға Кореяны білетін бүкіл жаңағы өздерінің жаңағы машинасы болсын да, Kia болсын, Hyundai болсын, электроника болсын, машиностроение болсын, электроника болсын, өздерінің Samsung болсын, жалпы өздерінікі қалыптастырды да, өздерінің жаңағы бренд дейді ғой, өздерінің жаңағы техникалық мықты сондай робот шығару болсын, робот құрастыру болсын, сол жағынан Жапония, Корея деген мемлекеттегі жалпы алдағы орындарда әлем бойынша, жалғыз тек қана Азия ғана бойынша емес. Сонда бізде жаңағы кәріс мамандардан жаңағы кайст университеті техникалық жалпы бағытқа бағытталған университет болғандықтан, әрине біздің елде, біздің жақта елде жаңағы инновациялық жағынан болсын, техникалық жағынан болсын, жаңағыдай жаңадан жаңағыдай үйренер нәрсе көп деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жағынан бізде жаңағы ашылғанына мен өзім келісемін. Иә, мен де қатты қуандым. Бір жағынан мені кішкене қынжылтатын нәрсе, біздің өзіміздің елімізде білім базасы төменбейді деген сияқты ой келеді да. Мысалы, бізде де мысалы осылай, ой, Қазақстанға барып оқығым келеді деген сөзді қашан естиміз деген сияқты ой келеді. Иә, әрине, уақыт керек бізге. Бірақ маған мені қызықтыратын нәрсе, мысалы, соңғы бізде неге IT мамандары өте жақсы, бізде неге математиктар өте жақсы деп айтатын болсақ, менің ойымша, бұрынғы Кеңес одағындағы математикалық базаның арқасында РФМШ деген мектептердің түлектері біраз жақсы жетістіктерге жетіп жатқан секілді. Бірақ енді бізде, өзімде мысалы, мен ауылда оқыған адаммын, қаланың балаларымен, мысалы, ауылдың балаларын салыстырасың ғой, шынымен де айырмашылық жер мен көктей білім деңгейі жағынан. Я 5-ке оқыдым, біраз нәрсені алып қалуға тырыстым мектеп кезінде деп айтқан өзінде де бәрібір де айырмашылық бар екен. Сол қашан бізде білім беру деңгейі мемлекет бойынша қашан бір деңгейде болады екен деген ой бар да, мысалы. Себебі университеттер олар шынымен де ашылғаны дұрыс, бірақ өзіміздің де базамыз болғаны жақсы ғой деймін да. Шынымен де ары қарай бәлкім осы университеттегі оқитын жастар ертең жақсы кадр болып, бәлкім біздің өзіміздегі университеттерде білім деңгейін көтереді, иә, бәлкім. Жаңағы сен айтып отқаннан кейін туындаған ой, маған жаңағы әрине сол университеттердің ашылғаны, үйренгеніміз біз үйренуден қашпау керекпіз, үйренгеніміз жақсы, бірақ сол университеттердің артында біздің университетте қалып кетпей ма, кішкене ойда туындайды екен. Жалпы бұл жалпы айтып жатқан сын емес, жалпы жаңағы әңгімеден туындаған деген ой. Және де сол біздің университеттерде де сондай жалпы айтады университеттің техникалық базасын болсын, жаңағы бағдарламасы болсын, жаңадан жаңағыдай қазіргі заманға сай жаңағы модерн факультеттер болсын деген сияқты сондайларды да бізде тек қана шетелден ғана шақыртпай, шетелден ғана маман шақыртып университет ашып емес, өзіміздің ішкі кадрды даярлау керек. Иә, даярлау керек, ол рас. Мәселен, мені осы соңғы уақытта қатты қуантқан нәрсе, кімдер қазір айтамын, Ринат Балғабаевтар не түсірді,
Жомарт бар ғой, дөп сөздегі иә Жомарт Аралбайұлы, олар қателеспесем Ринат Балғабаева емес ау деймін. Сол НАС-тың мектептердің түлектері, сол жерде жұмыс істейтін мамандар, олар ауыл мектептерінде тірек мектептер бар ғой, тірек ауылдар, кәдімгі үлкен ауылдар, қасында кішкентай ауылдарға тірек болатын ауылдар, ол жерде мектепті жабдықтап, НАС-тың өзінің мамандары қалай дайындайды, солай мұғалімдерді дайындап, оларды практикадан НАС мектептерінде өткізіп, бір программаны солай кіргізіп жатыр екен. Сол арқылы мысалы Қатонқарағайда бір мектеп ашылды, тағы да басқа жерлерде ашылып жатыр. Сол жасап жатқан жұмыстары өте жақсы да. Мысалы сол кісі айтады да, мысалы ой, мен мектеп салып, мектепті реттеп үлгеріп бітіргенше бір буын бітіріп кетіп жатыр. Біз соларды жіберіп алып жатырмыз. Сол мысалы бізде білім беру деңгейі нашарлап жатқанын байқаймыз да, мәселен. Оның не себепті нашарлап жатыр десек, мысалы фасилити жоқ, орындар жоқ, немесе оқулықтар онша емес болуы мүмкін, кадрлардың дайындық деңгейі төмен болуы мүмкін, иә. Мысалы сен ойынша қалай, Кореяда мысалы біз жаңалықтарды оқимыз, бұндағы білім деңгейі қандай, мысалы қалай ойлайсың, біз соған жете аламыз ба, әлде қалай? Жалпы бізге жете аламыз деп ойлаймын, бірақ бізге уақыт керек деп ойлаймын да. Өйткені жаңағы Кореяда бірден Корея болмады. Өйткені Кореяда бізге қарағанда тәуелсіздік ерте алды. Жалпы Кореяның жаңа қасындағы мемлекеттерде сондай алпауыт Қытай сияқты, Жапония сияқты жалпы білімге мықты ғылымға деген мықты жүйеленген мемлекеттер болғандықтан Корея сол мемлекеттердің мен тетелес болып келді да. Және де жалпы қарайтын болсақ та жаңағы Тоң Азия дейді ғой, солтүстік Азияға, Шығыс Азияға жататын жаңағы мысалы алпауыт мемлекет бар деп Корея есептесе, бұл жалпы Ханчжун ел деп атайды да, Хангук, Чунгук, Илбон, Қытай, Жапония деген сияқты. Сол үш мемлекет тетелес өскеннен кейін Кореяда әрине солардан қалыспауға, солардың жаңағы әсері де бар деген сияқты ойлаймын. Енді бұл біздің орналасқан жерімізге де байланысты да жалпы. Соған да ол біздің жаңағы елдің дамуы, көрші мемлекеттердің ықпалы, әсері деген де бар да. Жалпы фактор өте көп, бұл жерде айта кетсек. Жалпы әрине жетеді деп ойлаймын, бірақ бізде кішкене Кореядағыдай сондай теңдік керек деп ойлаймын. Кореяда мысалға сен Сеулдегі орналасқан мектептерге де бар, мысалға жай ғана кішкентай қала, ауылдарда орналасқан Чибан деп айтады ғой, региондардағы мектептерге де барсаң да бәрі бірдей деңгейде. Жалпы ішкі жаңағы базасы болсын, бағдарламасы болсын, жаңағы оқушыларға берілетін мүмкіндіктер болсын деген сияқты ше. Ал бізде кішкене теңсіздік жоқ сияқты. Біздің менің ауылдық мектептердегі оқушылар мен қаладағы мектептердің оқушыларының ойын тыңдасам, ауылдағы мектептердің оқушылары, олардың жаңағы мақсат талаптары, армандары тек қана сол жаңағы Алматы, Астанамен ғана шектеліп қалған да. Ал кішкене қаладағы мектептерге оқыған мектептің балдары, оларда жаңағыдай ақша төлеп оқығаннан кейін частный мектептер, жаңағы жеке мектептердің көптілігіне байланысты ма, олар жаңағы міндетті түрде олардың жаңағы алдыға қоятын жаңағы принциптері, мақсаттары, жалпы мен шетелге түссем, мен мысалы осындай Гарвардқа түссем, Оксфордқа түссем, Калифорнияға түссем деген сияқты. Сондай. Сондықтан да бұл жерде жаңағы кішкене ауылдық мектептер мен қалалық мектептердегі жаңағы ішкі база болсын, құрал жабдықтар болсын мектептердің деген сияқты ше. Солар жақтар теңдіктің кішкене жоқтығы әсер еткен сияқты. Яғни ауылдық кішкене жастарды да бізге сондай жастардың сондай бір мықты лидерлік качествосы бар жастар керек та. Ауылдық мектептерге барып, мысалға олардың жаңағы білімге деген қызығушылығы, ынтасы бар жастардың, ауылдың жастарында біз жаңағыдай шетелге оқуға, шетелде білім алуға, шетелден жалпы көп нәрсе үйренуге, әсіресе техникалық мамандықтарды көп жаңағыдай бағыттауға осындай іс жүргізу керек деп ойлаймын да. Мәселен, мен каникул кезінде өзім ауылда мектепке барып келдім, балалармен кездесіп, өзім іздеп бардым, мен ешкім шақырған жоқ. Балалармен кездесіп, олармен сұхбаттасып,
мысалы біраз сұрақтар қойды. Олар мен айтқым келетін нәрсе, мысалы ауылдың балалары, олар тек қана ауылдың шеңберінде қалып қоюы мүмкін да, және біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек. Неге ауылдың балалары мен қаланың балалары түрлі? Өйткені ауылда балалар тұрмыстағы күнделікті күйбең тіршілік дейді ғой, соның шаруасын істеп жүреді. Мысалы үйдің шаруасын жасайды, одан қалса жаңағы мал бағуы мүмкін, анау істейді. Сол кезде көп жағдайда ата аналар үшін сабақ оқығаннан гөрі оның үй шаруасына көмек бергені маңыздырақ болуы мүмкін. Сол себепті осындай нәрселерде ескере кеткен дұрыс деп ойлаймын. Иә. Енді менде мысалы осы тақырыптан келесі тақырыпқа көшкен дұрыс болатын сияқты. Қазір енді мысалы біз мен Кореяда тұрып жатқаныма 2 жылдай болып қалды. Сен 3 жыл болды деп жатсың. Енді біз тек қана мына жақта кәрістермен немесе басқа шетелдіктермен араласып жүрген жоқпыз. Біз қазақтармен де етене араласамыз, иә. Сенің ойыңша, мысалы, енді сен Қазақстанда да білім алдың, мына жақта да білім алдың. Енді менің қойғым келетін сұрақ, сен екі контингентті, екі ортаны салыстырған кезде қандай ерекшеліктерді байқадың? Мысалы, Кореяда қазақтар қандай екен, Қазақстанда білім алып жатқан қазақтар қандай екен? Жалпы Кореядан бастайтын болсам, Кореядағы қазақ жалпы студенттері олар жаңағыдай кішкене түсіну керек деп ойлаймын. Осы жақтағы студенттердің көбісі жаңағы өз күштерімен оқитын студенттер көп. Көп түрде істейтін студенттер өте көп. Соған байланысты олар мына ақылы оқығаннан кейін, ақылы оқу да оңай емес. Кореяда білесіздер, білім бағасы деген қымбат. Бұл жақта жаңағыдай жылына бір төлейтін емес, бұл семестр бойынша төлейтін. Иә, семестр сайын. Ол әрине біздің қазақстандық студенттерге, бұл ақылы оқитын студенттерге қалтасын ұрады. Қиын да оқу жалпы. Сондықтан да олар сондай қымбат жаңағы ақша төлеп оқып, жаңағы ол жақта оқу да оңай емес. Мұнда дейтін бәсекелестік деген өте жоғары, әсіресе университеттерде. Біз Қазақстандағыдай жай ғана барып келіп жүрсең де жақсы балл алмайсың. Бұл жақта дейтін мындай креативті ойлау керек деген сияқты, жаңағы өзіндік студенттің ынтасы, өзіндік ізденісі деген болу керек деген сияқты. Сондықтан да әрине сөйтіп қиналып оқығаннан кейін сияқтан қазақтың жастары оңай емес та жалпы. Сондықтан да бұлар жалпы өздері қиналып оқығаннан кейін әрине сондай жақсы жерге орналасуға тырысады. Әрине Кореяда мүмкіндіктер бізге қарағанда көп болғандықтан көбісі жаңағы бітіргеннен соң жаңағы оралмай жатады да Қазақстанға, осы жақта қалып қойып жатады, немесе осы жақта жаңағы карьера деп қалып қойып жаңағы мамандармен жұмыс тауып жатады деген сияқты. Сондықтан да бұл жақта жаңағы кішкене көбісі қайтпай жатқаны маған кішкене, мен өзім жаңағы менің ең басында Кореяға түскен кездегі мақсатым сондай, мен қайтамын деп келгем да. Өйткені мен мақсатым мына жақта қалып қою емес, мен қайтып өзім сол үйренгенімді, жиренгенімді мен осы қайтып Қазақстан еліне беремін деген сондай болған. Сондықтан да осы жақтағы қазақтың жастарының сондай айырмашылығы мүмкін өздеріне жаңағыдай қиналып оқығаннан кейін жаңағыдай одан да биіктегісі, одан да жоғарылағысы келеді да. Одан да әрине сондай. Ал Қазақстандағы оқитын студенттердің шеңбері мысалға тек Қазақстан болғаннан кейін мүлде мүмкін жаңағыдай бізге қарағанда оларда жаңағы өздерінің зона комфорта деген бар. Зона комфортқа жаңағы үйреніп алып, мүмкін өздерін сол мен осы жақта оқыдым, маған осы да жетеді деген сияқты ойларда болуы мүмкін. Сондай кішкене өмірге деген көзқарастары, мақсаттары әртүрлі айырмашылығы сияқты несе. Әрине мен бұны кімдікін дұрыс, кімдікін бұрыс деп айтуға менің құқығым да жоқ. Әрине әркімнің өзінің таңдауы. Сондықтан да жалпы сондай айырмашылықтарды көріп жатамын студенттерден. Және Қазақстанда оқитын студенттер кішкене жалпы ел көрген, жер көрген студенттерге қарағанда көп жаңағы мүмкіндіктерге қалай жетудің амалын білмей жатады. Сондықтан да бізде жаңағы шетелдегі студенттердің айырмашылығы сондай көп білгендіктен соларға мүмкін сондай мүмкіншіліктер айырмашылықтары бар ма деген сондай ойлар да келеді де. Біздің тыңдармандар ойлап қалмасын, біз деген Қазақстанда оқып жатқан жастарға хейт жасап жатырмыз, немесе олар сәл бізден төмен деген ондай ой мүмкін, ондай емес. Өйткені
Ержан да мен де біз Қазақстанда бакалаврда оқыдық және тұлға ретінде қалыптасқан сәтіміз осы Қазақстанда болды. Сол себепті есеюімізді айтамын да, тұлға ретінде әлі қалыптасып жатырмыз, бірақ есеюіміз сол Қазақстанда болғандықтан біз өзіміздің ішкен құдығымызға түкіріп жатқандай болып көріп қалуымыз да мүмкін, бірақ олай емес. Бұл объективті пікір деп ойлаймын, себебі екі жақты да біз салыстырып көріп жатырмыз да. Мәселен, мен де Қазақстанда оқыған кезде қатты, мен жақсы оқуға тырыстым, қызыл дипломды алдым, бірақ та қалай айтсам болады, енуда ұлттық университетте біздің берген мүмкіндігін толыққанды пайдалана алмаған сияқтымын. Мысалы, менде өзімнің бакалавр кезіндегі студенттік шағыма қанағаттанбадым да сол кезде. Сол себепті мен магистратурада басқа жақта білім алып көргім келді. Кореядағы мысалы студенттік өмір қызығырақ деп айтқым келеді, өйткені мына жақта фестивальдар көп. Қазір бізде осы аптадан бастап фестивальдар басталып жатыр. Ол кезде әрбір университетке мықты әншілер, айдолдар келіп өнер көрсетеді, және мысалы түрлі, қалай айтсам болады, ойындар болады, әртүрлі брендтер келеді. Жалпы студенттік шағында студенттік өміріңді қызықты өткізу керек. Мүмкіндіктер көп та, сол себепті маған қатты ұнайды. Бізде де неге сондай фестивальдар өткізбеске? Алаң бізде бар, жер жетеді, әншілер бізде де бар, шақыруға болады, оның бәрін жасауға болады. Бірақ соған мен ойымша кішкене қаржы көбірек құю керек деп ойлаймын. Мәдени алмасу керек сияқты, өйткені бұл жақта Кореяның жалпы фишкасы университет болсын, қай жерде болсын, өздерінің жаңағы мәдениетін бүкіл жерге қосуға тырысады. Мысалға университет фестивалі болса да, мысалға бізде, мысалға Қазақстанда төртшілікқамен тек қана барып келу, бізде күнделігінде барып келу, күнделікті тіршілік қызықсыз өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан сен 4 жыл бойы сен не оқыдың, не есінде қалды десе, ештеңе қалмайды, өйткені бізде тек оқумен ғана өтеді. Ал мұнда оқу да бар, плюс еще қосымша жаңағы фестиваль, мәдени алмасу, неше түрлі воркшоп жаңағы деген сияқты сондай қызықты студенттік өмір деп айта аламын. Бірақ мысалы мынандай жағдайлар да болады, біздің қазақ студенттері осы жақта оқып жатқан, олар түрлі бір-біріне ұқсамайды мүлдем. Маған ұнайтыны, мысалы мен қыздармен араласқан кезде олар ұлдарды енді мен қатты айтып жатқан жоқпын, бірақ та салыстырып байқаған кезде кішкене ұлдар осы жаққа оқуға келеді де бір тоқтап қалатын сияқты. Мен шетелге оқуға түстім, шетелде оқып жатырмын ғой деген сияқты бір зона комфортқа кіріп алады. А мен қыздарға қараймын да, тоқтамай бір нәрсені істеп жүреді. Менің айналамдағы құрбыларым сондай, мысалы. Соған қараймын да, вау, тоқтауға болмайды, үнемі қозғалыста болу керек екен. Мысалы, мына жақта оқып жатқан студенттер де бар, тек қана оқумен айналысады. Оқу қиын болғандықтан сен одан артық нәрсені жасауға сенде энергия мен уақыт та болмауы мүмкін кей жағдайда, бірақ біздің айтар кеңесіміз бізді тыңдап жатқан студенттерге немесе болашақ студенттерге тек оқумен шектелмеу керек, өйткені сен оқудан да басқа нәрселерді алу керек та. Мен анам айтады, сен жанбасаң лапылдап, кім жанады лапылдап дейді. Сондықтан студенттік шақта от болуға тырысу керек. Бірақ магистратураға түссеңіз де, докторантураға түссеңіз де от болуды тоқтатпау керек, өйткені сен өзіңнің өміріңді әсемдейтін сен өзіңсің да. Сол себепті кішкене кейде айтады ғой, ой, мен студенттік кезде маған қатты ұнаған жоқ, студенттік шағым онша болған жоқ деп. Жоқ, керісінше соны әсемдеуге тырысатын өзіңсің да. Сол себепті көп жағдайда көп нәрсе адамның өзіне байланысты. Тағы бір нәрсе, мысалы, біз кеше сөйлескенбіз Ержан екеуміз. Ержан, сен айттың ғой, кейбір жастар үстіртін бір себеппен Сеулге, Кореяға келуі мүмкін деп, сол туралы кішкене нақтырақ айтып кетті. Үстіртін деген кезде енді бұл біздің жай ғана субъективті ғана ойым. Ешкім жамандаған емес, бірақ жаңағыдай кішкене ғана жаңағы қанша жерден мен Кореяда оқысам да, мен өзімді айтамын, мен бір жүрегім Қазақстан деп бұрып тұрады. Мен бітіргеннен кейін бірден бітірдім, қайтпадым. Мысалға 1-2 жыл тағы да жүріп тәжірибе алғым келеді, бірақ мен қайтамын деген ой бар. Қашан болса да мен қайтамын, 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, мен қайтып керекпін деген сондай ой бар. Жалпы сондай ой болғаннан кейін, мен сондай мақсатқа келгеннен кейін, мына жақта үстіртін себептер, менің жалпы осы жақтағы қазақ студенттерімен пікір алмасып ойын тыңдап көрген кезде, көбісі жалпы
осындай бір себептермен жалпы Корея мысалы мәдениет жағынан кей-поп жағынан дамыған болғандықтан мысалға кей-поп какой-то айдол үшін ғана мен Кореяға Корея түскім келеді деген сияқты мақсатпен келеді да. Бұл мақсаттар кішкене сол студенттерге дұрыс қоймаған деп есептеймін ондай мақсаттармен. Өйткені сен осы жаққа Корея деп келген кезде ең бірінші мақсатың сенің алдына қойған мақсатына байланысты сол бағытта аласындықтан ең бірінші мақсатты дұрыс қою білу керек деп ойлаймын. Мысалға сен білім алуға келдің, осы жақтан үйренемін деп келдің, жиренемін деп келдің, жаңағыдай мен жалпы осы жақтан тәжірибе аламын деп келгеннен сондықтан да білім деп келгеннен бірінші орында білімге қойған дұрыс деп ойлаймын да. Сондай мақсатта немесе мен жай ғана жаңағы биасым, жаңағы кей-поп биасым мысалға мынандай әнші еді, мынандай айдол еді деп қана сол үшін ғана келіп алып осы жақта кішкене оқи алмай қиналып қайтып кететін студенттерді мен білмеймін емес, көп адамдарда көп. Сондықтан да ол кішкене сол Кореяға не үшін бара жатырмын, мен не үшін мысалға Кореяның университетін түсіп жатырмын деген сондай нақты сондай мақсат қоя білу керек деп ойлаймын да. Мысалға сен білім үшін ба, білім үшін, сен мысалға айдол үшін ба, кей-поп үшін ба, или басқа да жаңағы Кореяның мысалға осы жақта кішкене біздер бар, Кореяға келіп жаңағы кәріске күйеуге шықсам деген қазақ қыздары да бар. Ол жоқ емес, шын жоқ, ол қате емес, енді әркімнің өзінің таңдауы. Сондықтан да ол да кішкене енді сол келіп жатып осы жақта кішкене разочарование алып жатады. Иә. Өйткені айтады ғой орысша розовые очки дейді ғой, кішкене көзге қалай айтсам болады, бір сондай бір себептермен келеді де, бірақ та адамдар мысалы Кореядағы нағыз өмірді көрген кезде шынайы өмірмен андай олар енді жаңағы дорамадағы әдемі жаңағы бейнелерді, әдемі жаңағы дораманың бөліктерін ғана көріп, бәрін Кореяда да сондай деп те сол кішкене қате түсінік деп ойлаймын. Ол да дұрыс. Бір жағынан біз өзіміз де мысалы осы жақта оқып жатқан студенттер болсын, блогер болып жүрген студенттер бар көп, жалпы жай осы жақта жүрген блогерлар да бар ғой, мысалы Кореяның өмірін көрсететін, ой, керемет, Сеул керемет, Корея керемет деп тек әдемі картинканы салатын кездер де болады. Енді бәріміз мысалы эстетика болғанын қалайсың өзіңнің жаңағы парақшаңда, бірақ өзіміз де сол идеяны сатуға көмектесіп жатқан сияқтымыз деп ойлаймын да бір жағынан. Бірақ мына нәрсені ұмытпау керек та, ештеңе оңай емес. Мына жақта оқып жатқан кезде біз қиналмай күнде кофе ішіп жүрміз деп мысалы көрінуі мүмкін Инстаграмда, ТикТокта, бірақ олай емес. Өйткені мына жақта сабақ оқу өте қиын негізі. Сол себепті Қазақстанда мысалы бірден келген, еш жерде шетелде оқып көрмеген, тәжірибесі жоқ адамдар мысалы Кореяға бірден келсе, және бірден университеттік өмірге кіріп кетсе, ол адаптация кішкене бейімделу қиындау жүреді. Соны айтқымыз келеді. Бізде мына жақта кішкене қиналыстар да болады, бірақ біз оны көрсетпеуіміз мүмкін. Бірақ әлеуметтік желіге біз тек жақсы нәрсені ғана саламыз ғой. Қиналған сәттерімізді кім салғысы келеді? Ешкім салмайды, мысалы. Бірақ бәрібір де ондай әңгімелердің болғаны дұрыс деп ойлаймын кішкене. Бірақ мен айту керек деп ойлаймын да, кішкене айтпасақ та болмайтын сияқты да бара жатыр да. Өйткені маған көп адамдар жазады, жаңағы осы Кореяға келіп едім, ожидание реальность болды деген сияқты. Сонда қандай ожидание? Олар жаңағы ожидание болған кезде, олар осындай келіп жаңағыдай, мысалға біздің Қазақстандағы кәрістер бізге көрінеді. Қазақстанда, Алматыда да, Астанада да кәрістер өте көп та. Олар енді шетелде жүргеннен кейін әрқашан сыпайы, жақсы жауап береді, жаңағыдай тәрбиелі сондай болады да. Осы жаққа келгеннен кейін олар әрине шетелде жүргеннен кейін сол шетелдің заңына бағынып, заңын сыйлап, әрине олар сол заңды сақтап, тәрбиелі, сыпайы көрінеді да. Осы жаққа келіп, шын кәрістердің жақсы да, кез келген ұлттың жаманы жоқ, жақсы жерде бар, жаман адамдар бар, жақсы адамдар да бар сол елде. Сондай осы жаққа келіп кішкене жаман адамдармен көп кездесіп қалса, жаман адамдарға көп жолығып қалса, мен сондай маған Корея басында сондай жақсы адамдарға жақсы көріне берді. Осы жаққа келіп мен кішкене ожидание реальность болды деген сияқты. Бірінші, екінші осындай ситуациялар болып жатты.
осындай өзімнің достарым арасында да жаңағыдай кореяда жаңағы дорамадағыдай бәрі әдемі көрінеді. иә, Бәрі эстетика, бәрі жаңағыдай ухоженный дейді ғой. иә, Түм түмі бар, түмі бет бар деген күтімі, сияқты. шаш И күтімі. жалпы осындай кішкентай ауылға кореяға оқуға түсіп мысалға ше міндетті түрде сеулде емес сондай жерге барса ол күтінбейтін кәрістер де бар да жүре беретін қалай болса соларды көріп мұнда бәрі ондай емес қой деген сияқты сондай адамдарда сондай кішкене мен мұнда неге келдім деген сияқты маған сондай мен сенің инстаграмыңды көріп қызығып мен саған кореяға типа қызығып едім деп мені кінәлайтын адамдар да бар ше менің групптердің арасында сен сондай кореяны күшті қылып көрсетесің сен кореяны жақсы жағына саласың и мен арманым всегда сен сияқты сондай кореяда оқу еді бірақ мен сондай кішкентай ауылға тап болып ауылдық жерде кішкентай универге түсіп деген сияқты сондай өзімнің қалағанымдай ожиданиям орындалмады деген сияқты сондай нәрселер менде болып жатыр. Үшіншіден жаңағыдай айтады ғой жаңағы кей-попқа ғана қызығып ғана келеді да оқиды да бірақ оқуға келген кезде қиналып қалады өтсе оның мақсаты өйткені ең бірінші ол кей-поп үшін ғана оқуға түсті да ол білім алу үшін өзі сондай білімге ашылып білімге зейіні ашылып түскен емес жай ғана мен кореяға кірсем болды кореяға кей-поп бястарымды көрсем болды ары қарай қалай бірінші болса болар деген сөйтіп келеді да оқуға түседі да грантқа да түседі грантында оқи алмай қайтып кеткен мен арасында жаңағы үкіметтік грантқа алып алып соны оқи алмай игере алмай қайтып кеткен адамдар да бар. Әрине бұл мысалға осындай неге келген кезде көп жаңағы мен соңғы уақытта статистиканы қарап шықтым да Кореяның Хангук Тонгечон деген несі бар. Сол кезде көп қайтып кететін студенттердің ішіне Қазақстан да топ-5-ке кіреді екен. Вау, мен оны білмеппін. Расымен де сондай бір ожидание дейді ғой енді сондай күтумен келетін адамдар бар да бірақ та оларды кінәлай алмайсың себебі инстаграмда тиктокта сондай картина көп және бірақ мен айтқым келетіні әрдайым екі жақты қарау керек. Мысалы мен келердің алдында менде ондай күту болған жоқ себебі мен нақты білім алу үшін келдім. Мен кішкентай кезімнен менде мынандай мақсат болды, мен шетелде білім алғым келеді, шетелде тұрып көргім келеді ұзақ уақытқа. Қоғам ауыстыру керек деп ойлайтынмын, себебі қоғам ауыстыру арқылы өзіңнің қоғамдағы қателіктерді немесе минустарды көре бастайсың. Мына жақтағы қоғамның да плюс минустары қатар жүретінін түсіну керек та. Идеализация қатты жүреді мысалы. Сол нәрсені менің ойымша адамдар сол идеяға алданып қалатын сияқты да. Кішкене енді білмеймін, енді сені кінәлағаны кішкене қате секілді. Сондай жалпы енді мысалға көп ауқымды жаңағы мен сияқты жаңағы оқырмандары болса, соларды көп қарайтын адамдар, жалпы жастар жаңағы олар әрине мен кінәлап жатқан жоқпын. 17-18-де ендігі албырттық шаттық қой енді әр нәрсеге жаңағы бейім болып, сіңіріп алады, сіңіріп. Бірақ сондықтан да ең бірінші айтқым келетін жай ғана кеңесім көп жаңағыдай бірінші Кореяға оқу бойынша келмес бұрын бірінші қыдырып келіп Кореяны өз көзімен көріп сезініп кеткен. Турист секілді мысалы. Себебі басында менің ойымша бәрімізде бір андай туристік бір қызығушылық болған секілді бәрімізде мысалы. Сеулге барғым келеді, барсам, көрсем, қыдырсам деген ой болады да. Сол ойдың жетегімен оқып барғаным дұрыс па деген ойлар қосылады. Сол себепті бірінші Кореяға міндетті түрде жай турист ретінде келіп, бақылап, қарап кеткен дұрысырақ сияқты шынымен де расымен келсем осыған. Бірінші жаңағы турист ретінде келе алмай кетіп, бірден оқуға түсетін адамдарда турист болып келе алмаған, толтыра алмаған сондай әсерін мен оқуға келіп, бұл жақта жүріп толтырамын деп ойлайды да. Бірақ сол да қате, өйткені бұл жақта оқу оңай емес, қыдыра алмайсың, бұл жақта тек демалыс каникул кезде ғана қыдырмасаң, ал жалпы кезде сенде бүйтіп қыдырып жүріп, жаңағы ана қалаға барып, мына қалаға емін-еркін қозғалуға өте уақыт болады. Расында оқу оңай емес. Оңай емес, рас. Сол кішкене сол тапшылықты сол істей алмай жүрегімдегі толтыра алмай кеткен тапшылықты мен осы жаққа оқуға түсіп алып толтырамын деген бұл мақсатта дұрыс емес деп ойлаймын. Сонда да мен сол айтқым келетін ең бірінші мақсатты дұрыс қоя білу керек, дұрыс деп ойлаймын. Мысалы менде мысалы өзім тұратын университетім орналасқан жерден мен шықпаймын.
шыға алмаймын. иә Бәрі бар, бәрі керек нәрсем бәрі бар, қажеттіліктерімді жаба аламын, себебі мысалы қажет болатын заттарды алу керек болса барып ала салатын жерлер бар, онлайн да сауда жасауға болады. Бірақ осы районнан шығу маған өте қиын, өйткені сабақпен сен ешқайда өйтіп шыға алмайсың, уақытың да жоқ, өйткені материалдар оқитын өте ауқымды, істейтін шаруа көп. Оның қасында өзің мысалы студент ретінде бір студенттік шағым ғой деп бір істеу керек нәрселерді істеп үлгеруің керек та, бірақ оған да уақыт табу өте қиын болады. Сол себепті құрметті біздің тыңдармандар, егер Кореяға оқуға түсуді ойласаңыздар, бірінші турист ретінде келіп, сол жаңағы көргім келеді, істегім келеді деген нәрсенің бәрін, сол андай қызығушылықтарыңызды соны өтеп кеткен дұрыс басында. Содан кейін барып оқуға түсетін нақты шешімді қабылдасаңыздар, осы жаққа келіп оқыған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы менің құрбым да солай ата-анасымен келіп, бірінші Кореяны қарап кеткен, бақылап кеткен, сөйтіп сосын ұнады, содан кейін осы жаққа оқуға келді. солай мен ойлаймын. Немесе мысалға сондай мақсат тек оқу болмаса да, басқа мысалы мақсатпен келсеңіз де Кореяға, мысалға оқу бойынша мысалы болса, сол түсетін университетті алдын ала зерттеп анализ жасап келген дұрыс. Сол жақта оқитын студенттердің отзывта жаңағы тыңдап, шынымен де, өйткені келген университеттің сайтына кірсек те, әрине олар жаман жазбайды, өз жайында бәрі жақсы жазады, бірақ шын отзывты беретін адамдар бұл сол жақта оқитын студенттер. Сондықтан да сен сол елде оқитын студент, қазақ студенттері болса, мысалы қазақ жастары оқуға келем десе, бірінші сол оқуда сол университетте оқып жүрген қазақ жастарымен тілдескен дұрыс деп ойлаймын. Қатынасып, немесе жаңағы әлеуметтік желіден тауып алып, жаңағы шын қалай оқудың қаншалықты қиын ба деген сияқты алдын ала кішкене зерттеп, сосын барып шешім қабылдағанда дұрыс па деген ой келіп жатады. Менде мысалы мынандай нәрсе бар. Кореяға келгенде, алғаш рет келгенде, мысалы cultural shock дейді ғой. Мен соны қазақша таңданыс деп, мәдени таңданыс деп алдым да. Қандай, или мәдени шок деп айтуға да болатын шығар. Сенде қандай сондай бір таңданыстар болды келген кезде Кореяға? Мен оның алдында көп келгем, 2018 жылы. Сол ең бірінші келген кездегі. 2018-де келдің, иә? Сол кездегі таңданыс бұл жақта жаңағы бізде сияқты маған жаңағы ұнамай қалған, кішкене маған таңғалған нәрсем, біріншіден жаңағыдай адамдардың көшеде, мысалға мен ол кезде корей тілімде жақсы болмайды, көшеден мысалға мен баратын мекенжайымды таппай жүрген кезде, мен жолдағы кәрістерден сұраған кезде ешқайсысы көмектеспейді. Бәрі жаңағыдай игнор жасады. Әркім өзінің, бәрі мұнда бизи, бәрі мұнда өзінің шаруалары бастан асарлық. Саған Қазақстандағыдай кішкене Қазақстанда мысалы жолдан бірнәрсе сұрасаң, олар сені айтатын адресін апарып тастауға мүмкін бір келіп жүріп, көрсетіп жіберген деген сияқты. Бұл жақта адамдар да бар да, сені өзінің шаруасы болғаннан кейін сені мән бермей, сені естімеген сияқты өтіп кететін адамдар бар тұрғандықтан. Сондықтан да бұл жақта мен таңғалғаным, мен ойлағандай кәрістер жаңағыдай мейірімді емес екен ғой деген сияқты ойлар келді. Әрине ол кездегі менде тоже ол кезде болған қате ойлар. Ол кезде мен шынымен де Кореяда өмір сүрудің соншалықты қиындығын, жаңағыдай бұл жақта дейтін 24 сағат маған бір 2-3 сағат сияқты өтіп кетеді. Соншалықты бір күн ішінде қаншама шаруа бітіру керек, сен өзіңнің жеке жаңағы дамуына да уақыт бөлу керексің, оқуына да, сен дейтін әлеуметтік нем бар, ортам бар деген сияқты. Олармен де кездесу керек. Бұл жақта өте сондай уақыттың тығыздығы маған Қазақстанға қарағанда көп байқалатын сияқты. Сондықтан да осы жақтан енді мен ол кезде жаңағы мәдени жақтан мен түсінбеген шығармын кореецтерді. Ол кезде мен кішкене, менде де сондай кішкене ожидание реальность деген кішкене болған болатын. Сондықтан да бірақ өзім ол жақта келіп, енді ол турист болып келген сол кезде мен сияқты болген тоже басқаша да, шын мәнінде өмір сүрген де басқаша да, шын мәнінде өмір сүріп келген кезде мен бұл жерде шынымен де адамдардың осылай жаңағы қаттылығы, ішкі жаңағы мейірімді жаңағы болмайтын адамдарда бар екендігі, жаңағы мына жақта өмір сүрудің де оңай емес екендігін өзім түсінгеннен кейін ғана оларды да түсіне бастадым деп кете аламын. Менің ойымша басы кішкене мына нәрсені ұмытпау керек, шошымау керек. Шошысаңыз да, кішкене түсіністік таныта алмасаңыз да,
сіз үйренушінің режимін қосуыңыз керек, үйренуіңіз керек. Сіз оны жақсы жаман ретінде қабылдамауыңызға да болады, бірақ жай ғана қалай үйренесіз. Міндетті түрде оны бағалау, жақсы жаман деп айту ол енді аса қажеті жоқ, өйткені бұл басқа қоғам, бұл басқа мәдениет, және біз қабылдай керекпіз. біз келіп тұрмыз да осы қоғамға, сол себепті кішкене сол жағын ойлаған дұрыс деп ойлаймын. Таңдап келгеннен кейін өзіміз қанша мемлекетте осы мемлекетке оқимын деп таңдап келгеннен кейін біз осы мемлекеттің жаңағы заңына қалай бағынамыз, сол сияқты біз осы мемлекеттің мәдени жағына да басқа да жаңағыдай бұл жақтың тұрмыс тіршілігіне, тәртібіне де біз солай бағыну керекпіз деген ой. Және де біз жаңағы өзіміздің келіп алып, осы жақта біз Қазақстанда осындай еді, мындай еді деген сияқты өзіміздің жаңағы мәдени жағымыздан да осындай неге бұлай деген сияқты реніш деген нәрсе немесе осындай жалпы үйренуге тырысу керекпіз. Үйренбеуге болмайды, өйткені бұл қоғам сондай, біз Корей қоғамынан келіп тұрғаннан кейін біз өзіміздің қазақ қоғамымыз жаңағы мәдениетімізді бұл жаққа әкеле алмаймыз. Ол да рас. Солай. Сонымен көп рахмет. Подкастымызды аяқтаған дұрыс секілді. Жалпы қалай бірінші қонақ болған соң аса қатты енді бізді сөкпеңіздер, кішкене бұл мен бірінші подкастым, және Ержан біздің подкасттың бірінші қонағы. Сонымен саған уақыт бөліп келгеніне рахмет айтқым келеді. Мен де рахмет айтамын, осындай мені бірінші қонақ қылып, мен үшін жаңа айтып кеткендей үлкен мәртебе болды. Екіншіден, мен жаңа қазақ жастарының нан келіп жаңағыдай осы жақта кішкене болса да жаңағы айтады ғой, көш жүре келе жүреді деп айтады ғой, сол сияқты әрине жаңағы жақсы жағын да айтып жатырмыз, әрине жаман жағын да айтып жатырмыз деген сияқты. Жаман жағын емес, жаңа түзеу керек жағын да айтамыз. Сондықтан да көш жүре келе жүреді, мен де ойлаймын осындай біз осы жақтан аларымыз да бар, ысырып қоярымыз да бар. Әрдайым солай қарау керек деп ойлаймын. Жақсы жағын аласың, саған ұнамай ма, сен қабылдай алмайсың ба, енді ол нәрсені қабылдамайсың, ары қарай жүресің. Бірақ түсіністік таныта да білу керек, өйткені біз мына жақта бәріміз шетелдікпіз. Шетелдік студент ретінде сондай статуста статуста өсіп жатырмыз. Солай. Құрметті тыңдармандар, сіздерге подкастымыз ұнады деген ойдамыз. Көріскенше күн жақсы. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.